Академик Абдымуса Қуатбеков атындағы Қалықтар Достығы университеті 25 жылдық мерей тойын тойлады. Шара барысында университет жаңа ғимаратпен толықты. 13 мыңнан астам студент білім алатын мекемеде қосымша 7 қабатты ғимарат салынбақ. 25 жыл тарихы бар университеттің базасында достық спорт кешені пайдалануға берілді. Ашылу рәсіміне белгілі қоғам қайраткерлері, жоғарғы оқу орындарының ректорлары, университет ұжымы мен студенттер қатысты. Қонақтар жаңа кешеннің заманауи талаптарға сай екенін, білім алушылар үшін спортпен шұғылдануға қолайлы жағдай жасалғанын атап өтті. Орындаулы оңтүстікте, мынау Шымкент қаласында 10 шақты жоғарғы оқу ордасы бар деді. Солардың ішінде орын алатын осы Абдымуса Қуатбеков атындағы университет. Өткенде президент бірнеше рет айтты, жоғарғы оқу орындарының даму жөнінде, олардың маңызы жөнінде. Сол сияқты осы жерде 10 шақты мың студенті бар. Сіздер Абдымуса Қуатбеков атындағы университеттің студенттері сол қатарда алға қарышты қадам басып келесіздер. Міне мынандай зәулім сарай кез келген қазір мынау жоғарғы оқу орындарында, тіпті Астананың өзінде кез келген оқу орнында табыла бермейді. Бұл маңызды оқиға білім ордасының дамуына тың серпін беріп, студенттердің салауатты өмір салтын ұстануына үлкен мүмкіндік жасайды. Айта кетейік, достық спорт кешені әртүрлі спорт түрлеріне бейімделген. Мұнда заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған залдар, жаттығу алаңдары мен спорттық жарыстар өткізуге арналған арнайы орындар қарастырылған. Президентіміз Тоқаевтың саясаты бар ғой, бұқаралық спорт дамыту студенттер арасында. Сол үшін университетіміздің құрылтайшылары былтыр бастап, жалпы ауданы 1,5 мың квадрат спорт залдың. Бұл енді қаладағы жоғарғы оқу орындар арасындағы ең ірі жаңа жоба. Спорт саласында бізді мақтанатын жетістік өте көп. Биыл Париж олимпиадасында 2 студентіміз қатысты. Шымкент оқу орындарында ең көп қатысқан біздің студенттер. Осында үлкен спорт кешені ашылып жатқанына өте қуаныштымын. Жастарға үлкен мүмкіндік, өзін дамыту, спортта үлкен жетістіктерге жету. Болашақта осы спорт кешенінен мықты чемпиондар шығады деген ойдамын. Жаңа оқу корпусының капсуласы салынды. Жоба негізінде 7 қабатты 49 аудиториялық ғимарат салынбақ. Мұнда жаңа мамандықтар пайда болады деп жоспарлануда. Елімізде ғылыми зерттеулер мен инновацияларды дамыту бағытында тағы да бір маңызды қадам жасалды. 3 қабаттан тұратын Next Step ғылыми зертханасы пайдалануға берілді. Бұл зертхана заманауи құралдармен жабдықталған, ғылыми ізденістер жүргізуге және жаңа технологияларды дамытуға мүмкіндік береді. Бүгінгі көрген дүние сүйсіндіретін дүние өте көп болды. Мына жаңадан зерттеу бөлмелері, зерттеу кабинеттері, ол жерде практикалық жұмыс жүргізуі қазір ең маңызды мәселе. Кеше ғана президенттің осы жолдауларда айтып жүрген мәселесі, және де үкіметтің отырысында да айтты ғой, кеңейтілген отырысында айтылған мәселеде осы жоғарғы оқу орындарды коммерциялау коммерциялық тұрғыда жұмыс жүргізу. Немесе ол зерттеуді ертең күні шаруашылыққа қажет ететін зерттеулерді жүргізу. Соны мен бүгін мына жерде көрдім. Жаңа зерттеу лабораториясына кіргенде осы былтыр зерттеудің нәтижесі бойынша биостимуляторлар, жаңағы біздегі помидор, басқа да қызанақтарды, жаңағы басқа да жемістерді өсіретін биостимуляторлар шығарып жатыр екен, оған өте сұраныс көп дейді. Осы жердегі студенттердің, осы жердегі профессорлардың жемісі деп айтуға болады. Егер осындай коммерциялық жағынан пайдаланатын болса, ол қосымша қаржы осындай тағы да жаңа зерттеулерге мүмкіндік болады. Қазіргі таңда әлемде сұранысы жоғары салалардың бірі IT. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың цифрландыру жөніндегі ұлттық жоба аясында Қазақстандағы цифрлық сауаттылықты көтеруге басымдық беріп, бірқатар тапсырмаларды міндеттеген болатын. Осы ретте Халықтар Достығы университетінің 7 қабатты оқу корпусы пайдалануға берілді. Мұнда білім алушылардың компьютерлік дағдыларын шыңдауға, цифрландыру бағытында ой өрістерін кеңейтуге арналған таптырмас орын. Бұл кардиобольница есебінде жасалынған. Бұл жерде 6 палата берілген. Барлығында тревожный кнопкалар болады. Қазіргі таңда ол тревожный кнопкалар бар, жаңалық емес, бірақ
біздің бұл жерге қосқанымыз осындай кардио браслеттер болады. Барлық палатада осы кардио браслеттер арқасында барлығы сигнал бере алады. Осы жағдайларда көп программаларды, проекттерді, үлкен проекттерді қолға алуға көп көмегін тигізіп жатыр. Университеттің іргетасы 1999 жылы қаланған. Сол жылы Орта Азия мемлекеттері басшыларының саммитінде Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінің президенттері егемендік алған бауырлас елдердің арасында білімді, ғылымды және мәдениетті дамыту аясында бірлескен университет құру туралы мәселе қарап қолдау тапты. Осылайша академик Қуатбеков Абдымұса Мұратұлының бастамасымен көрші екі ел арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайту мақсатында Қазақ-Өзбек инженерлік гуманитарлық университеті құрылды. Үшінші мегаполистегі жекеменшік оқу ордасының өзге жоғарғы оқу орындарынан толық секілді оқу жүйесімен ерекшеленеді. Қазіргі таңда біздің университетте 13 мыңнан астам студенттер оқиды. 34 білім бағдарлама бойынша біз бакалаврлар дайындаймыз. 13 білім беру бағдарлама бойынша магистранттар дайындаймыз. 3 білім беру бағдарлама бойынша PhD доктор атағын берілетін бағдарлама бойынша. Стратегия бойынша біз басында біздің академик Қуатбеков Абдымұса Мұратович басында осы техникалық бағытқа арналған білім бағдарламалы ашқан. Сол кезде 25 жыл бұрын ол кісі уже біліп отырған осы біздің қазіргі заманда осы заң талабына қажет мамандарды дайындау. Қасым-Жомарт Кемелевичтің саясаты бойынша біздің ғылым және жоғары білім министрінің саясаты бойынша қазір бәріне мәлім техникалық мамандар жетіспейді. Сондықтан да біздің университетте бірінші болып осы жекеменшік университеттердің арасында техникалық мамандықтар жақсы бағанағы уровеньге қойылған. Сондықтан да біз қазір осы ғылыми техникалық зертханалар салып жатырмыз. Өзіңіз қазір куә болғандай. Рабиға Қуатбекова алдағы таңда капсула салынған орында жаңа ғимарат және жаңа мамандықтар пайда болады дейді. Оның негізгісі медиа саласының мамандарын оқытатын орталық пен студия ашу. Сол жерде медиа центр болады. От сіздерге арнап біз мықты сондай қазіргі заман талабына сай мықты жаңа бағытта мамандықтарды ашпақшымыз. Журналистика, медиа центр не үшін ашып жатырмыз. Студенттік бағанағы дворец, қазіргі тамаңда искусственный интеллект, IT-технология, мұны сіздер қазір осы жерде тұрған, бұл осы оңтүстікте мы заявили самый крупный IT-хаб болады. Инженерно-технологический хаб. Бұл жерде көріністер робототехника, 3D моделирование, көптеген жерде коворкинг зона. Өте мықты ең бағанағы халықаралық талаптарға сай бұл да жабдықталған. Шара соңы 300 адамға шақталған концерт залында конференциямен жалғасын тапты. Ғылым және жоғарғы білім министрінің арнайы алғыс хаттары табысталды. Ақерке Құдайбергенқызы, Гаухар Алдаберген, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.